2024 жылдың 10 тамызында Абай облысы Жарма ауданының Суықбұлақ ауылында ауыл азаматтарының бастамасымен осымен 6 жыл қатарынан дүниеден өткен жас буынды еске алу мақсатында ас берілді. Сондай-ақ түрлі спорттық іс-шаралар ұйымдастырылды. Бұл шара ауыл тұрғындары арасында бірлікті нығайтуға және өткенді еске алуға бағытталған игі бастамалардың бірі. Асқа қатысушылар мен қонақтар тек өткендерді еске алып қана қоймай, ауылдың болашағы туралы да өз ойларын ортаға салды. Ас беру рәсімінен кейін ауылдың жас және ересек тұрғындары арасында спорттық жарыстар өткізілді. Спорттық іс-шаралар барысында шағын футболдан турнир ұйымдастырылып, жарыстың қорытындысы бойынша жүлделі орындарға ие болған ойыншыларға арнайы кубоктар мен медальдар және ақшалай сыйлықтар табысталды. Жүлделерді табыс ету барысында ауылдың белсенді азаматтары мен демеушілеріне шексіз алғыс білдірілді. Осы шараны ұйымдастыруға үлес қосқан азаматтарға да арнайы алғыс хаттар табысталды. Аталмыш күн ауыл тұрғындары үшін есте қаларлықтай болды деп ойлаймыз. Себебі мұндай шаралар тек өткендерді еске алуға ғана емес, сонымен қатар ауылдың спорттық және мәдени өмірін дамытуға ықпал етері сөзсіз. Алдағы уақытта да осындай игі шаралардың жалғасын табатынына ауыл тұрғындары нық сенімді. Сәті түсіп жатса, алдағы уақытта осы шараны облыстық деңгейде өткізуге де ниетті екендерін жеткізді. Лайым солай болғай. Гүлім Заманбекқызы, Арлан Исаков, арнайы ТВК 6 арнасы үшін. Осымен жаңалықтар легі тамам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.